Осы жоба барысында өз бойыңызда қандай нақты өзгеріс болды? 21 қарашада мен тек талапты орындаушы едім. 23 қаңтарға қарай өзімді сезіне бастадым. Егер бүгін Мағжан атамыз сізге қарап тұрсам, оның сенімін ақтау үшін қандай ісіңізді дәлел ретінде айтар едіңіз? Менің ойымша, Мағжан жастарды білімді, батыл, намысты болған қалады деп ойлаймын. Мен де дәл осы қасиеттерді дамытуға тырысып жүрмін. Бұл оның сұрағына менің жауабым. Осы жоба барысында өз бойыңызда қандай нақты өзгеріс болды? Мен бұрын демейтін едім. Қазір пікірімді ашық айта аламын. Қоғамдық жастарға қатыса бастадым. Егер бүгін Мағжан атамыз сеніммен қарап тұрсам, оның сенімін ақтау үшін қандай ісіңізді дәлел ретінде айтар едіңіз? Мағжан атамыз жастарға сенген. Мен сол сенімді ақтау үшін жақсы оқып, еліме пайдалы болуға тырысып жүргенімде еліме едім. Рахмет. Осы жоба барысында өз бойыңызда қандай нақты өзгеріс болды? Жалпы бұл жоба бойында менің ішкі дүниемді ашып, жалпы уақытты бағалау және де тәрбиелікке үйретті. Егер бүгін Мағжан атамыз сеніммен қарап тұрсам, оның сенімі ақтау үшін қандай ісіңізді дәлел ретінде айтар едіңіз? Жалпы қазір Мағжан атамыз бізді көрсе және естісе, мен оған бізге сенген үшін үлкен рахмет айтар едім. Өйткені жастарға сену ол жауапкершіліктің үлкен мәртебесі. Рахмет.